жерде сенің енді біз сотта да көп сотқа да акцент жасағымыз келіп тұрған жоқ. Жаңағы әріптесіміз жазғандай жүйеге қарсы шыққан еден жуушының хикаясы. Бір ана Золушканың хикаясы деген сияқты. Жоқ, Золушка емес, Жанна Дарк деке. Шатастырып алдым мазмұн. Қолында билігі жоқ, қарапайым, жаңағы көпшіліктің түсінігінде жаңағы жай ғана кіші қызметкер деп қабылданады, бірақ сен бір өжеттілігіңді көрсеттің, өзіңнің принциптілігіңді көрсеттің. Бұл жай ғана сот болғанмен оның артында үлкен бір адамға ой салатын дүниелер бар. Бұл жерде енді үйде арасында айтылатын әңгіме сияқты болып көрінер. Негізі сен бір өзің кішкентай ғана қызметкер, үлкен жүйемен күрестің, және не үшін күрестің, қалай күрестің, оның барлығы көз алдымызда. Сол енді мына барлық процессті айтудың қажеті жоқ, бірақ негізгі жоғарғы соттағы неңді айтып берсең, соңғы жағдайлар өзің қалай ұстадың, қалай сезіндің, кіммен бардың ол жерге, кіммен бармадың, қалай болды, сол жердегі эмоциялар, көріністі бір сипаттап берсең. Рахмет Асқар аға, Данияр, подкастқа шақырғандарыңызға. Енді жоғарғы сотқа жету маған қиын болды. Біріншіден, өйткені жаңа өзіңіз айтқандай, мен жай ғана кіші қызметкермін мектепте, ауылдан қарапайым отбасынан шыққан, жалғызбасты ана. Енді оған неге бардым жоғарғы сотқа дейін? Өйткені жаңа мектеп басшысының шығарған жұмыстан шығару туралы шешімі, жаңа приказ дейді ғой. Сол одан бөлек жаңағы сіздер араласқаннан кейін мені бұрынғы жұмыс орныма жаңа қызметкер ретінде 3 ай сынақ мерзімімен алды ғой. Сол кезде шыққан приказ, соның барлығы менің еңбек кітапшама жазылды, еңбек кітапшама түсті. Содан кейін мен ары қарай жаңағы күресуді бастадым. Ол үшін енді мен бірінші саты, яғни Ырғыз ауданы сотынан өтуім керек болды. Сол жерге жаңағы талап арыз түсірдім. Енді мен бұрын соңды мен ондай жерге барып көрген жоқпын. Басында қиын болды, қорықтым. Айналаңдағы адамдар неше түрлі жаңағы сөздер айтады. Сен кіші қызметкерсің, не адвокатың жоқ, сен қалайсың ол жерге жаңағы барайын деп отырсың, қалай сен госмектеппен еще дейтін соттасайын деп отырсың деп маған сөйтіп қарайтын, сөйтіп айтатын. Содан жаңағы құжатын дұрыстау үшін сөйтіп алғашқы неге Ырғыз аудандық сотына талап арыз түсірдім, 2 ай соттастым. Жаңағы сонда жеңіп шықтым. Яғни мен заңсыз жұмыстан шыққанды дәлелдеп шықтым. Ана жоғарғы соттағы картина қалай болды? Ол жоғарғы сотта картина, енді ол жерде мен адвокат жалдадым. Өйткені жоғарғы сотқа енді ол өзі аты айтып тұрғанда, ол енді Астанада болатын болғаннан кейін ол жерге мен дейтін адвокат жалдадым. Адвокат жалдаудың өзі енді бөлек бір тема. Енді Ақтөбеден емес, Алматыдан жалдадым адвокатты, бүкіл материалдарын жібердім ол кісіге дейтін. Ол кісі 2 ай дайындап, июнь айында Астанада сот болды, оған өзім де қатыстым, судья өзіме де сұрақ қойды ол жерде. Содан кейін енді жаңағы шешім шықты, бір 20 минуттан кейін шешім шықты. Кәдімгі Ырғыз аудандық сотының шығарған шешім қалпына келтіріп, Ақтөбе сотының, облыстық сотының шығарған шешім күшін жойды. Шынымды айтайын, енді ол кезде эмоция енді қатты болды. Менде қасымда ешкім болған жоқ, үйде жалғыз өзім, кәдімгі көзіме жас келіп, кәдімгі жылап сөйтіп тұрдым. Қуаныштан бірінші сізге звондадым ғой, ол кезде есіңізде шығар. Аға, солай мен дейтін жаңағы дәлелдеп шықтым, жоғарғы сотта дәлелдеп шықтым деп. Сол кезде өзіңізбен бөліскен болатынмын. Енді жоғарғы соттың шешімі шыққанмен ол дер кезінде орындалған жоқ. Ол енді процессуалдық кодексте солай. Уақыты бар, оның айларға созылады. Иә, айларға созылады. Айларға созылғаннан кейін оған дейін бұл дейтін мені тағы да берді. Ырғыз аудандық сотына тағы да мені берді сотқа. Түсіндірме сотқа тағы да қатыстым. Ол жерде аудандық сот қалай орындау керек, не істеу керек, барлығын түсіндіріп берді. Бірақ мектеп жаңағы Ырғыз гимназиясының адвокаты орындаудан шынында бас тартты ол жерде. Ұзақ созды, 2,5 ай созды соттың шешімін орындамай. Жаңа менің еңбек кітапшама ештеңе жазылмайды. Сондай кәдімгі откровенно айтылды ол жерде. Содан кейін мен сот орындаушыға жүгіндім. Осы Ақтөбедегі әділет департаментіне барып, сол жерге мен заявление жаздым. Сол кісінің араласуымен июньде шыққан жоғарғы соттың шешімі сентябрьде орындалды. Осы айда.
сол оқиға болғанға дейінгі мөлдір мен қазіргі жоғарғы соттың шешімінен кейінгі мөлдірде қандай айырмашылық бар? Жаңағы қазір картиналар бар ғой, оның айырмашылығын тап деген сияқты. Енді санын айтпай ақ қояйын, бірақ өзің ол кезде қандай едім, қазір қандаймын деген сияқты. Мына қиындықтың бәрі сені ысылған шығарсың әбден. Иә, бұл қиындық мені кәдімгі есейтті. Ол кезде енді айналаның бәрін сүйініп, айналаңдағы адамдардың бәрін өзіңе жақын тартып, кәдімгідей сөйтіп жүргенмін ол кезде. Бәрі осылай болады деп. Енді бұл ситуация енді кәдімгідей менің өмірімді 180 градусқа өзгерттіре десем болады. Қай жағынан? Қай жағынан? Құқықтық сауат, ол енді мен дым білмейтін өтінішті, арыз жазуды үйрендің, апелляция, кассация, оның бәрін. Енді юрфактың студенттері біле бермейді оны, шындап көрейін. Енді шын айтайын, жаңағы мен дым білмедім ол кезде, мойындайын. Жаңағы сан жағынан мүлдем. Одан бөлек жаңағы өмірі андай жерге барып көрмеген адам өзін қалай ұстау керек, ол жерде не айту керек, не айтпау керек, жаңа баптарды қосып сөйлеу керек, ол жерде ше, мысалы соның бәрін мен мүлдем білмеймін, мысалға дейтін. Соның бәрін кәдімгідей көз алдымда бір түр басқа бір түсініксіз бір жағдайлар болды сол кезде. Содан кәдімгі көзімді ашты. Бір жағынан бұл жағдай дейтін, енді мен журналистикаға енді бұрыннан бала кезімнен қызығамын. Оған бөлек келеміз. Кеше де мысалы айтып жатсыз ғой, сіз де мысалы Ырғыз бен Ақтөбенің арасында қатынап жатқан кезде таксист кісілер танып қалып жатыр деп. Сіз блогерсіз ба, сіз мықты кісілердің қасында жүресіз, проблемаларды айтасыз, қорықпайсыз деп. Қазір бір позицияға тоқтадыңыз ба? Содан кейін ситуациядан кейін өзіңіз? Жоқ, бұл былай болды. Мен Ырғыздан шықтым, таксиге отырамын, сол такси жүргізуші айтады да қасындағы апайға: мына қыз танисың ба, бұл қыз деген жаңағы блогер, ауылдың проблемасын ешкімнен қорықпай айтады, жолы болсын, басқасы болсын деп сөйтеді да. Мен ана жерде ыңғайсызданып отырамын. Айтамын: жоқ ағай, блогер деп айтпаңыз, мен азаматтық журналистпін деп сөйлеймін ғой. Содан көп жағдайда шатыстырып алады. Блогер мен азаматтық журналист екеуін былай айтқан кезде екі бөлек қой былай. Содан айтамын: жоқ, блогер емеспін деп ше. Оны сен неге өзіңді азаматтық журналистпін деп санайсың? Оны қайдан білесің оны сөзі? Жоқ, азаматтық журналист болдым. Мен айттым, бұрыннан мен журналист болғым келетін. Өйткені мен бала кезімде сол 2007-2008 жылдары қателеспесем аудандық газетке мен материал жариялап жүрдім. Ол кезде енді қазіргідей телефон жоқ. Мысалға жаңағы кейіпкерді суретке түсіріп алып, бүйтіп жібере салатын, ондай жоқ. Ол кезде біз жаңағы кейіпкерімізді, мен ол кезде бір жаңа мектептің үздік оқушысы туралы материал дайындадым. Ерке Смахан. Жоқ, содан сол оқушыны мен редакцияға апарамын. Суретке сол кезде сол іштегі ағайлар түсіреді сол жерге. Сосын мен жаңа материалымды тапсырамын. Сосын ол бірнеше күннен кейін шығады. Ал қазіргідей бүйтіп телефонмен жіберу деген ол кезде жоқ. Содан бері бермен қарай істеген уже қызығушылық. Содан кейін жаңағы ишконы оқып алдым мен дейтін. Ишко, европейская школа, корреспонденция обучения, мен соны оқып алдым онлайн. Ақшасын енді бүйтіп төлеп біліне қылып. Соны тәмамдадым, сертификатын алдым. Одан сайын қызығушылықпен дейтін басым болатын журналистикаға дейтін. Білмеймін, мен өзімді мен басқа саладан көрмеймін. Көре де алмаймын мен, шынымды айтайыншы. Қанша бүйтіп не істеймін ғой. Мынаны көрейінші деп жоқ, маған кәдімгі журналист. Сырт көзге, бірақ енді сізде қазір өзіңіздің жергілікті тұрғындар болсын, немесе басқа адамдар азаматтық журналист. Осы ситуациядан кейін, осы былтырлары маған бір жаңағы ауыл тұрғыны хабарласты, өзінің проблемасын айтып: сіз деген солай жаңағы журналист болып жатыр екенсіз, жаңағы әлеуметтік желіден көріп жатырмын, менде осындай проблема болып жатыр, көмектесесіз бе деп сөйледі. Содан жақсы, не жағдай деп анық сұрадым, қажетті дәлелдерді, жаңағы қағаздарды жіберіңіз деп. Содан ол кісі маған барлығын жіберді. Жаңағы қарадым, тексердім жан-жақты. Содан енді тиісті мекемелерге шықтым бірден. Енді ол кезде енді солай енді көп енді менсінбейді ғой енді акиматтағылар. Жаңа жауап бергісі келмеді, баста дейтін шамал. Сол саған емес, бәрі солай ғой. Солай енді. Кез келген адамға сөйтеді. Сөйтті, содан кейін дейтін ол кісіге шығып бәрін жаңағы жіберіп, ана кісінің жібергенін бәрін сөйтіп істегеннен кейін где-то бір сағаттан кейін жаңағы көпбалалы ананың үйінің газы қосылды. Маған соны айтты: мөлдір, сен қай жаққа шықтың?
кімге шықтың деп ше. Содан кейін рахметін айтып сөйтеді. Содан жаңағы ол кісі дейтін алғысын айтып, рахмет мөлдір, сен араласқаннан кейін өстіп менің шаруам шешілді, мәселем шешілді деп сөйтіп адамдар жүгінеді. Осы жақында да осы бір аптаның көлемінде бір қызметкер хабарласты маған, солай мектепте мынандай болып жатыр, мен қаяққа барамын, қаяққа жүгінемін, қалай жазсам болады, қаяққа барсам болады деп ше. Сол енді жолдарын көрсеттім. Қаяққа барасыз, өйткені өзім сол жолдан өткесін, өзім енді білгенімді айтам, егер білмесем айтам, мен мынаны білмеймін, басқа бір адамдардан сұрап көріңіз деп, өзім білмейтін нәрсеге көп араласпаймын. Сондықтан сөйтіп көмек сұрайтындар бар. Айналаң, әріптестерің, иә, оның ішінде енді мектепте көп кіші қызметкер болмайтын шығар, кіші қызметкер 5-6 адам болар, олардың қарым-қатынасы қазір мен біреуді жамандап жаңағы төмендеткім келіп тұрған жоқ, жалпы енді өмір болғасын болады. Олар жақын адамдарың, әріптестер, мектептегі мұғалімдер, айнала, көрші, ағайын қалай қабылдады? Саған тоқтау айтты ма, әлде қолдады ма? Жалпы сол бір ауыр сұрақ болуы мүмкін эмоционал тұрғыда. Содан қалай өттің? Өткеннен кейінгі олардың көзқарасы өзгерді ма, әлде керісінше нашарлап кетті ма, әлде жақсарды ма деген сияқты сұрақ. Бұл кезде енді мен гимназияда 3 жыл істедім ғой. Мен әріптестеріммен қарым-қатынасым жақсы. Бірге жүреміз, жақсы күндерімізді бірге атап өтеміз. Барлығымен қарым-қатынасым жақсы. Бірақ осы ситуация болғаннан кейін әріптестерімді мен танымай қалдым ғой. Мен ана жерде ешқайсысы мені қолдаған жоқ. Енді мен жұмыстан шығуымның ең негізгі себебі менің үстімнен толтырылған 25 акті түсініктеме ғой. Осының басым көпшілігін сол кісілер жазды. Басында енді мен звондаймын ғой, неге өйтіп жаңағы телефондарына хабарласам, неге өйтіп жазасыздар, мен сіздерге не істеп қойдым, жаңағы мен келіспеймін ол түсініктеме актілермен десем, мені уже блокқа қойып тастады ол кісілер. Жаңағы сіздер араласқаннан кейін жаңа қызметкер ретінде қабылдады ғой мен жұмысқа. Сол кезде мен әкім апарды, мектепке әкім апарды, акті залда жиналыс болды. Сол кезде әріптестерім бөлек отырсын деді, бізден бөлек отырсын деді. Сондай бір талап қойды сол кезде. Мен 1 жыл бөлек отырдым. Отдельно бөлек отырдым, бөлек кабинетте. Енді былай ғой, енді жоғары соттың шешімі шыққаннан кейін енді ол әлеуметтік желіге шықты ғой, журналистер салды, жаңағы парақшаларға шықты. Содан енді кейбір адамдар айтады да, сол кезде қолдамаған кісілер, қалайсың мөлдір, жақсысың ба дейді. Айта, мен осы бір сөзге мен сол кезде зәру болдым ғой, неге сіздер сол кезде сұрамадыңыздар? Жақсы, енді сояққа қарай басым болып кеткен шығарсыздар, бірақ сіздер неге менен бір ауыз неге сұрамадыңыздар? Мен айтар едім ғой не болған деп ше. Ешқайсыңыз сол кезде менің бір жанымнан таба алмадыңыздар, осы сөзді айтпадыңыздар. Сол кезде дәл осы сөзге мен зәру болдым деп сөйлеймін ғой. Қазір айтқаннан не пайда? Мен қаншама жолдан өттім қазір. Сен бұл аралықта кімді кім екенін білесің. Иә. Сүзгіден өткізбе. Өмірге жаңағы басқа көзбен қарайсың. Енді қоғам сондай ғой. Бізде де ондай жоғары сотқа жетпегенмен соттар болды, иә, бұрын практикамызда жеке өзімізге қатысты. Әріптестер бізде де бар, журналистер. Кім қандай екенін де танып үлгерді. Ол есейтеді, әрі ысылтады, әрі құқықтық тұрғыда сауатын артады. Жаман болмайсың. Мен өзім басына өтетін тәжірибе болды. Жаман болмайсың. Енді адамдар тани бастайсың. Кім қандай адам, не деген сияқты ол жақсы бір өзіме қорытынды шығарамын сондай жағдайдан кейін. Енді сен де сондай жағдайда болдың. Сенің жағдайың біздікінен де ауыр. Сосын енді жақсы дұрыс бір шешім қабылдадың деп ойлаймын. Енді мынандай сұрақ. Жоқ, бұл жерде былай ғой, Асқар аға қосып кететінше, менде көбінесе кіші қызметкерлер маған қарсы шықты да. Бірақ ұстаздар мені қолдады. Ұстаздар қолдады. Ұстаздар қолдады. Әлі күнге дейін маған жазады. Мөлдір, жағдайыңыз қалай, жақсысыз ба, қаяқтасыз, бәрі дұрыс па деп ше. Әлі күнге дейін кеш жақында ғана жазды маған ше. Ұстаздар қолдады. Егер мен сол кіші қызметкерлер айтқандағыдай болсам, өйтіп мені жаңағы ұстаздар қолдамайтын еді. Әлі күнге дейін маған айтады, бірақ ешкімге айтпай қойып маған жекеге жазады бір ер адам. Орта жаста болу керек. Енді түрін қарамадым, ашып дайректке жазады. Біз мөлдір сияқты бола алмай отырмыз дейді, бірге жұмыс істейміз дейді.
оларда жаңағы бір кейбір заттарды өзіміз сатып аламыз дейді, біз оны сол қалыпты жағдай деп ойладық дейді, өз ақшамызға алу керек деп. Біз мөлдірге қарап отырып еркек басымызбен неге біз ол сияқты айта алмаймыз деп, біз сыйлаймыз бірақ сыйлағанымызды айта алмаймыз деген сияқты бір әңгімелер болды мен жеке өзіме қатысты. Мен ол жігіттің атын да білмеймін қазір, паблигін инстаграмда ұмытып қалдым. Сол кездер болған жағдайлар ғой, бір моменттер болды. сол таңғаламын ғой просто ұстаздардың қолдағаны. Сол менде жаңа сізден туындайтын сұрақта, мысалы кіші қызметкерлердің жаңағыдай сондай оқиғаларды басынан өткеріп жатса да, мысалы қысым көріп жатса да, немесе кіші қызметкерлер қысым көріп жатса да үндемейді. Сізде сол кезде бір табандылық дейік, соңына дейін бару қайдан пайда болды? Мысалы адамдарға сенім, басқа адамдарға сену, немесе сізге сену басқа адамдарға. Ол сіздің осы тұрғыда жолыңыз болды деп ойлайсыз ба, әлде бұл өзіңіздің бір табандылығыңыз ба? Негізі дейтін ол кезде жаңағы сенген адамдардың ешбіреуі мен қасымда болған жоқ ол кезде. Басқа адамдар пайда болды жолда. Иә, жаңа адамдар. Бұл ситуация мені бағытымды бұрды басқа ортаға, мүлде мен күтпеген ортаға. Бір кездер мен үшін арман болған адамдармен кездестім, былай айтқан кезде басқа бағытқа бір көп нәрсені миым қорталмай қалды сол кезде ше. Не болып жатыр, мынау не болып жатыр деп. Сондай жағдайлар болды. Сосын біз үйден жолаушыларға акцент жасап кеттік. Негізі қоғам бізде сондай ғой. Сенем, қолдайды деген адамдар жоқ болып кетеді. Біз енді журналистикада кейбір тәуекелге барған кезде, қазір мен осылар қолдайды деп ойламаймын. Тәуекел еттім ба, өзім тәуекел етемін. Шешім қабылдадым ба, өзім соңына дейін жетемін. Енді бір декілі әріптес бар. Мына соңғы сотта да көрсетті ғой. Тек Ардақ пен Жаңағүл келді, Азаттық пен Орда кезеті. Сол екі қыз көмектесіп жүрді соңына дейін. Енді бір қиыншылық болған кезде мен сол екі қызға сенемін. Олар да айтады, бізде бір қиын жағдай болған кезде Ардақ та айтады ғой, Асекеме сені іздеймін тек деп. Сондай жағдайлар болады енді. Ол тек еден жуушылардың арасында емес, ол журналист болсын, мұғалім, басқа сала, әр саланы сондай, қоғам сондай енді оған ренжу керек па, білмеймін қалай қабылдайды. Білмеймін, адамдардың бәрі бірдей деп айта алмаймын ағай. Сонда да Ардақтың да соты болды, мен айта берейін енді, кәсіби журналистер ғой, Ардақ, тағы бір апайымыз болды кезінде. Қаншама студент тәрбиеледі журналистер, бірақ сотына барған кезде ешкім болмайды. Осыны айтады, Асқар, анау келем деді ғой, мынау келем деді ғой. Айтамын, жағдайға трезво қараңызшы деймін да, тырнақшада. Трезво қараңызшы, келмейді болды. Ардақта енді ренжіп қалмас, айта берейінші, сотқа 10 минут қалады. Асқар, 7 адам келу керек қазір. Мен 10 минут қалыпты, уже кіруіміз керек сотқа десем. Маған келем деп айтты ғой деп. Енді қазір айдап салған болмайын, әріптеседі бір-біріне, бірақ сондай жағдай болды. Сол енді сот ол кезде маңызды болмайды, процесс, тәуекел етеміз ғой, қалай болғанда да, қандай шешім болғанда да. Бірақ сол аралықта бір моменттер болады, мәңгі есте сақтап қалады, кәдімгі ішінде қалып қояды сондай моменттер. Енді ол өмір болғаннан кейін кейде көп адамға сенуге де болмайды, өзіңе сену керек болып қалады да кейбір жағдайда. Жоқ, өзіңе сену, просто бір жерде былай ғой. Мен ол кезде ешкім айналамда болған жоқ. Ешкім қолдайтын адам болған жоқ, менің сөзіме сенетін ешкім болған жоқ, мен бармаған жерім, қақпаған есігім болған жоқ. Енді өзің де білесің ғой, Данияр, біздің Асқар аға енді мақтағанды жасы көрмейді, иә. Осы кісінің арқасы. Мені кәдімгідей бүйтіп, осы жеріне рилсқа кесе салып қоямыз. Мені бүйтіп жаңағы орнымнан тұрғызып алған осы кісі, шынымды айтайыншы. Жаңағы мен саған сенемін, сен қыздың қолынан бірдеңе келеді, кәдімгідей бүйтіп қайрап қоя. Сен отқа май құясың, өзі ол айта берейінші, ол жарым қызды сен одан сайын құтыртасың деген әңгімелер болды. Сен бір жерлестерің хабарласты, үлкен апайлар, таныс. Сен басын істейме Асқар, анау дейтін, ол сондай қыз ғой, неге көмектесіп жатсың дейді. Айтам, кешіресіз, мен сізді сыйлаймын, бірақ әр адам әртүрлі. Менде тәжірибем бар, адам танимын, менде жағдайды түсінемін. Бізде ертеректе бір полевой журналистикада жүргенде Ақтөбедің басы істемейді деген сияқты әңгіме көп болады. Мен кейде естимін, ашық айта берейінші, кеше шалқарлық Бекет Құдайберген деген інішек бар. Сауатты, тіл байлығы, сөз саптауы қандай керемет, иә. Ақылды, жаңағы жұмыстарды тиянақты істеп жүрген жұмыстары
қоғамдық бастамалар қандай, ана кәсіпкерлерді көндіріп, шағалап мектептерге кітап таратып жүр. Енді кез келген адам қолынан келмейді. Қолынан келеді, бірақ ниет жоқ та адамдарда. Ана жігіт істейді, қызығады да сыртынан қарап отырып. Сосын ол біздің алаңдарға шығып жүр, медиа алаңдарға сұхбат береді, бір сауалнама қатысады. Оны енді біреулер байқап шақырады жиналыстарға. Кейін маған хабарласып айтады, анан бас демейді ғой ол жігіттің дейді. Мен өзім есіме түсірдім сол кезде. Мен де сыртынан сөйтіп айтты ғой адамдар. Нақтылықтың бас демейді, оған жоламаңдар деген сияқты. Ана жерде де айттым мен деп, жігіттер, сендер дұрыс түсініңдер, ол өте сауатты, көп оқыған жігіт. Неге оны пайдаланбайсыңдар? Потенциалы бар. Егер коммуникация керек дедім да. Коммуникация керек, онымен көбірек сөйлесіңдер. Екі жақта отырып алып, анау жаман, мынаны бас демейді дей берсек, ол біз әзір адам болмаймыз сол жағынан. Сондай бір моменттер болады. Сол саған қатысты да болды. Ана ақтілеу оңбаған тек айдап салушы, провокатор деген ондай әңгіме де болатын. Сол үшін де бір қоғамда бір жексұрын статусымыз бар ғой біздің тырнақ ішінде. Енді бәрі өтті, енді айтып болдық, ішіміздегі шығарып жақсы жағына көшейік. Енді сен қазір қаладасың, иә? Иә. Қалаға көшуіңе сен не себеп болды және шешімді қалай қабылдадың? Өйткені ауылдан қалаға шығу көп адам бірден бара бермейді ондай қадамға. Мен енді ауылдан кеткеніме мен уже февралда кеттім. Мен енді жаңағы облыстық соттан жеңіліп қалдым ғой. Жеңілгеннен кейін жұмыссыз қалдым. Содан бер жаққа барып, жаңағы не істеймін, жұмыс іздеуші ретінде тіркелем бұл жерге. Содан мені архив бөліміне 1 жылға жұмысқа жібереді. Мен ол жерде где-то 15-20 күн ғана жұмыс. Ырғыздың мұрағаты. Иә, Ырғыздың мұрағаты. 15-20 күн ғана жұмыс істеймін ол жерде. Сосын жұмысқа барған жолшыбай ойланам. Мен не істеп жүрмін? Мен уже тек жаңа жоғары сотқа жүгіну үшін мен где-то уже 5 ай ғана уақытым қалды. 1 ай уже міне өтіп кетті. Адвокатқа ақша жинау керек. Мен оған адвокат жалдауым керек ол сотқа деп. Бір бар жолшыбай ой басымда де ой болды тек. Содан 20 күн сол жерде істедім да. Содан кейін жаңағы отказной дейді ғой, отказной жазып бердім. Жаңағы жұмыспен қамту. Мұрағаттан бас тарттым. Иә, бас тарттым. Жұмыспен қамту орталығына барып. Енді ол жерде былай ғой, сен отказной жазып берсең, сен 1 жыл бойы жұмысқа шықпайсың. Өйткені сені жұмысқа жіберді, сен жаңа аяқтаған жоқсың 1 жылды, сен уже сол декабрьге дейін жұмысқа шықпайсың. Сондай. Яғни келесі жылы шығасың. Содан ертең мен аяқта жұмыс болмай қалса қалай болады? Тағы алдың тағы ойладың. Содан мен қой құрсын, бүйтіп жүре берем дедім да. Жаңағы бір кемпинг бар, танысым. Соған айттым, жұмыс бар деді. Сосын айттым, давай барам жұмысқа. Разнорабочий болып соған кірдім. Сол февралдың аяғы, сол марттың басында ма кеттім сол жаққа ауылдан. Арасында тек 1-2 күнге ғана келдім ауылға. Қалған кезде сол жақта болдым, қаражатымды жинадым. Жаңа айлығымды. Содан бір бөлігін адвокатқа аудардым, жаңа Алматыға. Сөйтіп жинап, сол майдың аяғында осы жаққа келдім. Мен қашанғы мен жаңа разнорабочий болып жүрем. Давай мөлдір деп бүйтіп келдім осы жаққа. Келген кезде бәрі жақсы болып кетті деп айта алмаймын. Басында қиын болды. Менің квартирам бар жалдайтын дегенде, одан қасында балам бар, жаңағы отбасым бар. Жұмыс жоқ, келсем. Содан квартира жалдап болдым да, содан жұмыс іздеуге кірістім. Содан енді дипломның жоқтығы осындайда ғой енді. Көбісі мен бетіме басты, диплом жоқ, сертификат ол кезде көп жүрмеді. Содан ана жерге барам, диплом жоқ, мына жерге барам, диплом жоқ, диплом керек дегесін. Содан кейін тәуекел құрсын деп, өйткені баламның сабағы да жақындап қалды сол кезде. Содан не жұмыс болса да істеуге дайын болдым сол кезде. Содан бір столовыйға кірдім. Тоже разнорабочий болып кірдім. Ол жерде бір 2 айдай жұмыс істедім да. Қазіргі жұмыс орныма сол августте орналастым. Шүкір енді бәрі жақсы. Бастығым да жақсы. Ең бір жұмыспен шектеліп қалмай, қосымша да жұмыс істеймін кешкі мезгілде. Енді бұнымен шектеліп қалам деп енді айта алмаймын. Бұйырса алдағы уақытта бұдан да жақсы жұмысқа орналасам деген ниеттемін. Сонымен қатар сіз қазір фриланстық бағыт деп те айтайық, материалдар жазасыз, журналистік материалдар. Ол тілші ньюстың сайтына да біраз материалдар шықты, видео шықты, іскерге сауалнама шықты, сауалнама дайындадым. Проблемалары шықпаған материалдар бар әлі. Сондықтан ізденіс үстінде деп ойлаймын. Және сіздің жағдай айтайын тағы да
тренингтер Ақтөбеде өткізіп жатса, сол жерлерден қалмай үйренуге тырысып жатасыз? Қалмауға тырысамын. Тренингтен ше бәрін ысырып қоямын, жұмыс бәрін, бір уақыт табуға тырысамын. Өйткені ол үлкен мүмкіндік та. Егер сен өзіңде ниет болса, адамда главный ниет қой. Ниет болса, сен любой нәрсеге үлгересің. Соны түсіндім да. Мөлдір бұған қысап, қандай әнді айтайын, қандай тренинг ұнады? Тренинг енді. Өзі бір-екі тақырып біздің тренингтер. Қандай тренинг ұнады айтшы? Мен енді бірнеше тренингке қатыстым ғой. Ақтөбе, одан Алматы, енді алғашқы тренингім енді ол Мінбердің 15 жылдығына орай ұйымдастырған Ақтөбедегі тренинг. Енді ол кезде енді эмоциямен бөлек. Кәсіби журналистер, зал полный. Ол кезде мен бірінші рет офлайн тренингке қатысып тұрмын. Шын айтсам, көп нәрсені білмеймін. Тәжірибем жоқ ол жерде. Содан қасымда қыздар күшті болды. Меруерт бар өзіңіздің шәкіртіңіз. Сол көп көмектесті маған. Содан 3 күн сол жерде тренингке қатыстым. Сол жаңағы материал дайындадық. Материалым өтіп, шынымды айтайын, мен Алматыға барам деген оймен вообще түсіме де кірген жоқ. Бір күні ағай жазады: солай сен материалың өтті, Алматыға жаңағы фестивальге барасың деп жазады. Айтам, қой жоқ, мүмкін емес деп қоям ғой. Содан алғаш рет жаңағы Алматыға бардым, фестивальге қатыстым. Оның алдында белсенді қыз-келіншектер тренингіне қатыстым. Ол да Алматыда ғой? Иә, ол да Алматыда. Енді оның аты айтып тұр ғой, енді белсенді қыз-келіншектер деген ең мықтылар жан-жақтан жиналған, дипломный. Есіме түсті, мен қай белсенді деп ойланып отырсам. Не ғой? Құқықтық медиа орталық. Иә. Кірген кезде кімсіз дейді, Мөлдермен осындай бір айтты, Гүлмира Биржанова айтты. Бұл Мөлдер соттасқан кіші қызметкер деп еді. Қыздар дейтін танып айтты, келіп құшақтап. Сол жерде бір 15-20 қыздың бәрі құшақтап кетті ғой, келіп. Сен Мөлдер екенсің ғой, кеш құшақтайық деп, әрқайсысы құшақтап кетті. Сол көрініс есімде қалды, есіме түсіп жатыр. Иә, біраз номерім жазып алды, кәдімгі телефон номерімізді алмастық сол жерде. Одан тренингтен кейін де ол жерде қыздармен араласып кеттім. Алдында Гүлнұр Бітістен мен дейтін сұхбат алдым. Шынымды айтсам, кәдімгі жаңағы одан бөлек Ақтөбе облысының баспасөз хатшысы Гүлбада Қайратқызынан алдым, мен дейтін сұхбат алдым. Бұл үлкен бір мотивация мен үшін. Одан бөлек мен енді биылғы тренинг, ол деген жаңағы азаматтық журналист бойынша, осы июнь айында қатыстым. Енді маған ол жерде тақырыпта енді жаңағы заң тұрғысынан маған қатты ұнайды. Өйткені сол тұрғыда мен өзімді жетілдіргім келеді әрі қарай. Кез келген адам білу керек. Кез келген адамның қолында телефон бар. Кез келген адам, менің қолымда телефон бар дейді, любой жерде бүйтіп түсіре береді. Түсіретін жерде болады, түсірмейтін жаңағы жерде болады, мысалға. Соны көп адамдар біле бермейді. Сондықтан бұл маған жаңағы не? Заң тұрғысынан. Заң тұрғысынан. Өзің сақтығың үшін. Иә. Тағы да осы кез келген арыз келмес үшін үстіңнен заңды да білу керек журналистерге. Иә, сен ол кез келген сен материалға дайындап жүрмін ғой мен дейтін. Сен дұрыс дайындамаса, ана жерде бір қате кетсе, сен сол дайындаған материалың үшін де сен заң алдында жауап беруің керек. Сондықтан әр нәрсені бүйтіп сүзгіден өткізіп, шанақты, жан-жақты қарап дайындаймын. Мынандай түсінік бар, ақпаратқа қол жеткізу деген. Иә, доступ к информации. Сосын біз Қазақстанда бір жақсы бір жетістіктер болса, сол ақпаратқа қол жеткізу, электронды үкімет деген бір биліктің үлкен бір жақсы жасаған жобасы. Соның ішінде өтініш. Енді мен білем, барлық жерде үлгі қылып айтып жүрем. Бізде ЭЦПС жоқ журналистер бар. Колхозный базарға барып, 1000 теңгеге 2000 теңге жасатып жүрміз деген әріптестер бар. Мен айтамын, ешкім естімесін. Телефонда да істеп. ЭЦПС жоқ журналист деген деп. Сен ол жағынан енді аттың құлағында ойнайды дейді ғой. ЭЦП-ның, өтініштің құлағында ойнайсың, иә. Оны сен қайдан үйрендің, қалай үйрендің, оның ішіндегі заңдылықтар, тетіктерін жүрген жерде айтып жүресің. Енді ол мойындау керек бір жақсы инструмент. Және сен оған жазған кезде арыз, шағым болсын, өтініш болсын, бәріне жауап аласың ба, осы жағынан қалайсың ақпаратқа қол жеткізу жағы көңілінен шыға ма? Енді өтінішті бұрыннан пайдаланамын деп айта алмаймын. Берікте ғой. Берікте жаңағы пайдалана бастадым. Сол соттың кезінде үйрендің ба, әлде оның алдында ма? Соттың алдында білмеймін, бір арыз жазғанмын сол өтініш арқылы. Содан берікте енді толығырақ кәдімгідей
түсіне бастадым тренинг барысында осы түсіндірді сол кезде дейтін өтінішті. Сол кезде кәдімгідей түсіндім. әлгінде бір не бар ғой, жұрттар енді жұмыстан сұрану үшін, демалысқа шығу үшін арыз жазады ғой, мекемеге барып. Иә. Ол жағынан өтінішпен жазып жібересің де, соны ана жақ келісе қояды, келіспей қояды. Енді ояқ жауап беру керек қой, мынандай уақыттың ішінде. Енді ешкім ойына келмейді ғой, 2 күн демалыс сұрау, БС, без содержания, отпуск сұрау. Мөлде соның бәрін етіспемен істейді да, өтінішпен. Менде былай ғой. Күлкілі болса айтамын, қайдан бас жетеді осы, қайдан біледі. Шынымен адамдар олай істемейді, бәрі қолмен жазып кетеді, сұранса да, ауызша сұранып, бірақ телефонмен жазып бастыққа мекемеге. Оны сол сенен бірінші рет естідім. Жоқ. Ол не жақсы мысал. Иә, былай болды, бір ретте осы мен басшыма бір аптаға ақысы күнге өтініш жазамын. Өтініш жазғанымды қасымдағы әріптестерім көреді. Ақбетті мен секретарштан аламын. Камера бар ғой, бәрі түседі сол жерде дейтін, мен кіріп баратқаным бәрін записьте болады. Ол қағаз жоқ болып кетуі де мүмкін ғой. Жоқ, ана қағаз жоқ. Мен артынан сұрадым, ана қағаз жоқ. Сен маған арыз берген жоқсың дейді. Өтініште олай істей алмайсың. Өтініште олай істей алмайсың. Оны органдар тексеріп отырады, жауап берді ма, болмады ма? Сен кез келген уақытта СП-мен кіре бересің, ары қарай неге өтінішке кіресің да, сен арызың бәрі соның ішінде тұрады. Ол жауап бермей қалады ау деген бір ой болмайды. Міндетті түрде жауап береді. Болмаса қазір өтініштің ішінде не бар? Қанағаттандың ба, қанағаттанбадың ба жауапқа деген? Жоқ, бір уақыт қойып қояды. Иә. Дедлайн 5 күн, 15 күн. Жоқ, маған бір қойды, бір 2 күн уақыт қойды. Осы уақыттың ішінде мысалға облыстық білім басқармасына келу керексіз. Болмаса мына жерге келу керексіз дейді. Атын ұмытып тұрмын, бір оны бірдеңе деп айтады. Иә, сондай уақыт қойып қояды, болмаса жаңағыдай жауап береді. Сол жағы жақсы маған дейтін. Мен уверен болып жүремін. Көп сәт жақсы ойластырылған. Осы елдерде жоқ ондай. Өзіңе сенімді болып жүресің. Арызым ана жақта қаралып жатыр, ол жауап береді, міндетті түрде жауап береді. Мен кез келген уақытта ешкім жоқ қылып жібермейді. Камераны жауып тастамайды. Иә. Барлығы соның ішінде тұрады. Соны бүйтіп ұстап алдым. Ол сен жақсы бір қасиетің, қабілетің үйренген. Иә. Мен жұмыстан сұрансам да, немен өтінішпен сұранам. Отпускнойға заявление жазатын болсам да, өтінішпен жазып жіберемін. Іште бәрі тұрады. Сол аяқтан маған приказын шығарып әкеліп береді. Сіз тағы бір айтып қалдыңыз ғой, дайректке көп адамдар жекеңізге жазып жатады, мәселелер деп. Сол жерде нақты қандай мәселелермен жазады, және сол мәселелердің барлығын енді сіз алып шығара бермейсіз ғой, өзіңіздің бір принциптеріңіз бар. Сол мәселелер, принциптеріңіз бар ма өзіңіз? Осыны қарастырамыз деген сияқты. Енді дайректке келеді, жұмыс бабы бойынша келеді. Сосын оның барлығын қалай бар, мен солай шығармаймын. Мен де білем, мен де тренингтен қатысып жүрмін, заңдық тұрғысын білем. Мен ол жердегі ақпарат дұрыс болмаса, өзім жауап беретінімді, оны да жақсы түсінемін. Сондықтан кері байланыс жасаймын ол кісімен. Парақшаға шығармау үшін, болмаса бірінші материал дайындамас бұрын мен ол кісімен сөйлесіп аламын. Қалай не болып жатыр, мына жаққа бардыңыз ба? Сіз бірінші тиісті мекемеге барыңыз. Ұсыныс жасайсыз. Иә, ұсыныс жасаймын. Тиісті мекемеге барыңыз. Мынандай мекеме бар, мына мекеме бар. Болмаса өтініш арқылы жаздыңыз. Содан кейін барып айтыңыз, мүмкін шешілмей жатса мен мүмкін араласып көрермін деп. Ол мәселелер тек сол Ырғыздағы мәселелер ме, әлде қала тұрғындары да мысалы Ақтөбедегі жазып жата ма? Сол ауыл тұрғындары жазады. Ауыл тұрғындары көбінесе жазып жатады. Жақында мынандай болды, бір аудан әкімінің бір несі шықты, бір есеп берген ғой осы жаққа келіп. Содан айтады да, бір пабликке шықты. Ырғыз ауданы 100% сапалы ауызсумен қамтылды деп. Сондай материал шықты. Мен жақсы не ғой материал ғой деймін да, мен өзім парақшама бөлістім. Бөліскеннен кейін дайректке деген хаттар толды ғой. Қаяқтағы 100% сапалы ауызсумен қамтылған. Әкімдіктің паблигі, иә? Әкімдіктің газет, аудандық газеттің? Жоқ. Осы Ақтөбенің бір паблигі. Әкімдіктің пресс-релиздері ғой. Содан айтады да, біз деген әлі ащы су ішіп отырмыз. Қаяқтағы 100% сапалы ауызсу. Егер сенбейсіздер ма, біз сіздерге баклажкамен құйып беріп жіберейін, ішіп көріңіздер деп маған сөйтіп жазып жіберді. Содан ол кісі былай жекеме де шықты. Одан кейін тағы бірнеше сол аудан тұрғындары сөйтіп жазды. Жоқ, бізде әлі 100% ауызсумен қамтылған жоқпыз, сапалы ауызсумен. Бұл дұрыс емес деп. Ол практикада солай ғой, ол материал, Астанаға арналған материал. Қағаз жүзіне бәрі күшті. Халыққа арналмаған,
Бізде қағаз жүзінде бәрі не істедің күшті. ол материалда, ол комментарийлерді не істедің? Ештеңе сол күйінше қалдым. Мысалы ол кісі маған айтты жаңағыдай суды беріп жіберемін, құйып беріп жіберемін, көріңіздер біз солай ащы су ішіп отырмыз деп сөйтіп айтамын. Енді бізде енді қағаз жүзінде солай бәрі күшті қағаз жүзінде, бірақ сол әдемі бір есептердің бір көлеңкесінде сондай жағдайлар қалып қояды. Менің жағдайымда соның әдемі бір есептердің көлеңкесіне қалған ситуация ол. Бұл да сондай. Енді ауылда ырғызда проблема көп, былай қарасаң. Соның бірі енді алдында осы бір материал дайындадым, әлі шыққан жоқ қой. Иә. Жаңа көше аралық маршруттың жоқ. Ырғыз енді үлкен район. Одан бөлек жаңағы нұралықтар өшіп келді. Новойдан қаншама үй салынды. Енді бір емес 4 мектеп бар. Бір маршрут жоқ ауылда. Мен бұрын бір газет болды, ол тоқтап қалды. Содан мен әкімнің есеп беру болса да мен айтамын осы мәселені. Жаңағы Ақтөбеден, облыстан бір адамдар, депутаттар келеді ғой, сол кезде де мен айтамын, неге бізде дейтін осы бір проблема шешілмей жатыр. Неге ырғызда бір 4-5 емес қой, неге бір маршрут жоқ? Мысалға дейтін, өткен шетте тұратын жаңағы тұрғындарға ауданның орталығына таман Қазпочта болсын, Арай мәдениет үйі болсын, сол қарай қатынау қиын. Өте қиын. Жаңағы не, сосын таксида кез келген уақытта сен звондаған кезде такси таба алмайсың. Қаладағыдай емес. Бізде онда қосымша жоқ. Звондайсың, не бос болмайды, я болмаса телефон сөндіріп тастайды. Сен тығыз уақытында таба алмайсың ештеңе. Соны айтамын, жаңағы ауданға бір көше аралық маршрут керек. Сонда ауылым адамдар қазір жаяу жүре ма сонда? Ана шеттен мына шетке, бала шағамен мектепке қайтарда? Иә, жаяу. Сосын көбісі такси. Такси енді қазіргі бағасы 300 теңге деді. Ал Нұраситиге 500 теңге дейді. Енді өзіңіз ойлай беріңіз, 300 теңге ол адам басына. Ол бір үйден қаншама адам барады. Орталық қарай қатынайды, жұмысқа барып келеді. Одан бөлек сабағы бар, қосымшасы бар, тағы бір теңгесі бар. Мысалға қаншама шығын мысалға дейтін. Ауылдың бәрінде жаңағы көлік бар деген емес қой. Мысалға көлігі жоқ адамдар да бар. Одан бөлек бір 100 мың, я болмаса 80 мыңға бір зарплатаға қарап отқан адамдар бар. Көп балалы аналар бар. Бір зарплатамен күн көріп отқан жалғыз басты аналар бар. Мысалға қиын ғой, жан-жақты қарау керек қой. Неге бұл мәселе 4 жылдан бері шешілмей жатыр деймін да, бір маршрутты бір шығаруға мүмкін болмай тұр ма сонда деймін да ауылға. Осындай ең бір өзекті бір проблема қазір осы. Мен бұл туралы негізі материал дайындағанмын. Иә, толықтыру керек болды тұр негізі. Ауылда әкімдер есеп бере ма? Мәдениет үйіне жиналып, сол кезде барған кездерім болды ма? Жай барып емес, кәдімгі бір микрофон қасына жақындап, саусағымды бүгіп тұрып, сұрақ қойған кездер, және олардың реакциясы болды. Осы мен жұмыстан шығып қалдым ғой. Сол кезде әкімнің как раз сол жұмыстан шығып қалдым. Жоқ, өзінің жеке шаруа емес, сот емес, ана ауылдың шаруасы. Сол кезде бардым. Оның алдында да мен жаңағы бүйтіп онлайн қарап отырамын да, мен сұрақ қоямын. Айтамын, жаңағы бізде Ырғызбен Перекрестканың ортасы 25 шақырым. 25 шақырымның 10 шақырымы жолы дұрыс, нормально, жаңа жөнделген, қалған 15 шақырымы вообще жүру мүмкін емес ана жерде. Мен сол туралы жазамын да, неге бұл жолға қаржы бөлінбей жатыр? Неге мына жолды бір жоспарға қосылмай жатыр? Биылғы жоспарда неге жоқ? Үлкен жол емес қой, где-то 15 шақырым жер. Неге осылай не істеймін? Бірақ ешқандай ответ жоқ. Бірақ мен ол кезде онлайн қоятынмын. Былайда енді барып қатысып жүрмін. Жаңағыдай маршрутты көтеремін, басқасын көтеремін. Сондай нелерді көтеремін. Асқарға жалпы сізден Мөлдір ханым туралы басқа журналистер пікір сұрап жата ма? Немесе бір қарапайым адамдар келіп, жалпы кім бұрыннан танисыз ма? Журналистер емес, көп адам сұрайды ғой. Журналист еместер де сұрайды, журналистер де сұрайды. Неге көмектестің деген. Астанадағы, Алматыдағы әріптестер сұрайды, журналистік ұйымдар сұрайды. Не болды Мөлдір деп. Мөлдір жақсы таниды көбісі. Сосын ұсынып жүремін ғой. Бір қыздарға арналған тренингтерім болса, жалпы адам құқығына қатысты. Өйткені ол кезген адамда болмайды ғой. Өзінде ерік жігер деген. Сосын бұл жақсы қабілет. Оны Мөлдірдің өзі де байқамайтын шығар. Сосын көп тренинг семинарларда сапалы қатысушы болғанын қалаймыз. Кезген адам шақыра бермеймін тренингтерге. Сол кезде ойлаймын, мынау керек, мына адам тек қызық үшін келеді. Кейбір қатысушылар бар, енді таныстар, қыз жігіттер ренжіп қалмасын, шай ішуге бар қайтайық деп еді тренингке дейді. Кофе брейк. Иә, ондай да бар кәдімгі, ашық айтып қояды.
сосын енді қараймыз ғой бір трендке келген адам артынан қалай өзін ұстайды қоғамда, қандай жүріс және ары қарайғы ойы әрекеті мүмкін жаңағы бір мен принципіме келмейтін жұмыстарда жүрген шығар, ондайлар да көп иә. Сосын енді жақсы сапалы қатысушы болса басқа жерге де ұсынамыз. Мысалы маған Алматы астанада көп шығады, осындай шара өткіземіз, бір дұрыс қатысушы жіберсең, сол кезде мөлдірді ұсына қоямын. Енді кеше әкімдіктің жігіттері андай әңгіме айтады, кабинетте ма талқылаған ғой, мөлдір жоба дейді. Асқар жаңағы оны бір жоба ретінде айтамын, жобасы жоба шығар, тілшінің жобасы. Иә, ол енді бір шетелдік жаңағы миссионерлер келіп оны бір шпион дайындап жатқан жоқ, я мен не дайындап, сондай бір биліктің өкілдерінің тарапында сондай бір ойлар бар, бір әңгімелер бар, бір болмайтын. Асқардың өз жоба деген сияқты, мөлдір де соға тарап қосылып жатыр, құттықтаймын. жоба. Сондай жағдайлар болады. Сол енді қоғам ғой, енді сол маңдай бір айтып отқан әңгімеміз сол қоғам, сол сұрақтар, жақсы сұрақтар да болады, жақсы емес сұрақтар да болады. Мен оған үйрендім да, оның жағдайға трезво қараймын. Сосын бір қалыпты жағдай болып кетті мен үшін. Оған мен эмоционалды жаңағы ашуланып немесе білмеймін, қатты қуанбаймын да, қатты мұңаймаймын да, жақсы қабылдаймын, болды. Бар, иә, мойындаймын, біз сондаймыз, иә, сендер сондайсыңдар, болды. Енді мен қоғамның санасы сондай, өреміз сондай, деңгейіміз сондай, мен енді әркіммен арпалысып отпаймын ғой. Ондай жаста емеспін да, сосын мөлдірге де айтамын, бәріне дайын бол. Мына жолда бәріне дайын боласың, болды. Не ғой, басында нелерге қатысам ғой, тренингтерге қатысам, жаңағы іскер тілші бар, жаңағы кешегде жаңағы квиздері бар, сондай бір не сапасыз фотолар бүйтіп шығып қалады ғой басында. Мұңайып қалатынмын, неге былай мені түсіріп алды, неге мен осы жерді неге ұстап алды деп ренжіп қаламын, ағайға айтамын, ағай деп. Артынан үйрендім, түсіре берсін деп ше. Адам болмасын, болмасын, ешкім өзінің суреті өзіне ұнамайды ғой. Иә, жоқ енді кейбірге бүйтіп қисайып қалған. Бірақ енді мөлдірді сондай ыңғайлы жерлерін түсіріп алатын. Квиздағы суреттер ғой. Олар ашуланып отқаны, тырысып отқаны. Еще оны дейді салып қояды ғой. Еще анау бәрін ашық қой, енді телеграм деген бәріне ашық, бәрі көре алады ол жерде. Сосын артынан ренжимін, неге мынандай қылып түсірді деп. Содан қазір білдім, үйреніп кеттім, түсіре берсін деп ше. Қазір болашаққа бір жоспарларыңыз қандай? Осы журналистиканы айтып жатсыз, бала кездегі арманым деп. Қандай бір қадамдар жасағыңыз келіп жатыр? Болашақтағы жоспар енді алдын ала ештеңе айтпаймын, біріншіден. Және ойларым бар шығар, Ақтөбеге келдім енді бір, ол оңай шешім емес қой, ауылдан қалаға келіп қиындығына, ауырлығына қарамастан. Жоқ, алдын ала ештеңе айтпаймын, бірақ енді басты жоспар студент болу, былай айтқан кезде. Оқуға түсу, білім алу. Иә, жоғарғы оқу орнына. Биыл негізі тапсырып көрдім. Негізі бәрі жақсы болды, емтиханнан бәріне нормально өттім, бағаларым күшті болды, білмеймін неге екен, бірақ енді өте алмай қалдым. Гранттар қатарына ілікпедім. Бұйырса енді келесі жылы тағы да тапсырып көруге тырысамын. Әрі қарай тренингтерге қатысып, білімді жетілдіріп, жаңағы контент дайындап, бұйырса сондай жоспарлар бар. Контент жасап, қазір видеомонтаж үйреніп, Иә, онда курстарға қатысып жүрмін. Керемет, күшті видеолар күтеміз сізден, жаңағыдай проблемалық мәселелер болсын, соның айналасында видео жасап. Бұйырса. Өзінде сұрақтар бар ма бізге? Жоқ. Сендерге қойайын деп едім де. Жоқ, бұйырса енді ойлары бар, бізде сондай жұмыстарға жұмылдырармыз. Енді жұмыс емес, бір жобалар деп айтайыншы. 2 айлық, 6 айлық сондай кезде бір бөлігіне бір тартуға болады. Айтпашы, мен бір жобаға жіберіп қойдым нені. Алдында өзіңізге айттым ғой. Алматыда өтетін жоба? Астанада. Пепелап. Иә, Астанада өтетін жоба. Фамилиясын қалым, Серік, Пепелап. Иә, Астанада өтетін жоба бұл дейтін. Анкетасын толтырып, барлығын жіберіп қойдым. Сен тапсырған жоқсың ба? Мен жоқ. Бұйырса қаңтарда результаты шығады. Бұйырса көреміз. Жаңадан бастап жатқан сарапшыларды дайындау ма? Сондай, мен Пепелапты қатты бір қарап жүргенім жоқ, бірақ қыз жігіттер әр жерде көріп қаламын жаңа. Жақсы бір сараптамалар жасап жатады, аналитика жасайды. Талпыныс оң болсын. Ол жаққа қандай материал жазу керек па? Белгілі бір. Олар оқытады. Оқытады, содан кейін. Сарапшылар дайындайды, бір қандай сараптама, интервью, сауалнаманы қалай жүргізу керек, жолдарын үйрете ма, әлеуметтік жағдайды білуге бір
үйретеді жолдарын. Мен Ой, түсінгенім ол сол. иә, өйткені аймақтарға басымдық беріп отыр екен. Ана астында комментарий оқисың ғой, соны Қазақ тілді жастар иә Алматы мен Астанадан басқа қалалардың иә жастары. басқа аймақтарға сол басымдық беріп отыр. Соған енді тапсырдым. Бұйырса енді келесі айда шығады. Сана портфолио ретінде не ұсын, жаңағы Азаттыққа шыққан Бәрін, материалдар, иә. Орда, Ардақ жазған, Бәрін ұсындым. Жаңагүл жазды апамыз. Өйткені кейс бар, сенде портфолио бар, анау мынау емес, адам құқығы, күрес, ұзақ күрес, жеңіс деген сияқты. Жеңілген күнде де сен ана жерде Мөлдір Ғапиз деген аттың өзі енді қазір біраз жерде танысты оларға. Серік Бейсенбаев есіме түсті жаңа. Сол үшін де өтіп қаласың деп ойлаймын. Жаңагүл жүрістің материалы есіме түсіп кетті ғой. Азаттықта ол шыққаннан кейін 2-3 айға дейін қарап жүрдім. 3 үздік материал бар. 3 үздік материал топ 3-де 2 айдан көп уақыт тұрды. 2 ай бойы, 3 ай бойы оны әлем қазақтары оқыды. Азаттықтың қазақшасын Қытай қазағы оқиды, Америка қазағы, әлем қазағы оқиды. Сен туралы тек Ақтөбе, Қазақстан емес, жарты әлем демей-ақ қойын, барлық әлемде оқитын қазақтардың біраз хабардар сенің кейсіңнен. Сосын тағы азаттық деп айтып жатсыз ғой, сот туралы. Жалпы мен сұрақтарымда көбінесе ол сот процеске қатысты қойылған жоқ, себебі маған бірінші не қызық болды да, сот енді ол көп жерде айтылды, көп айтылған шығар. Соттан кейінгі процестер қызық болды да, өзіңіздің талпынғаныңыз, өзіңізді тастай салмай жаңағыдай ізденіп қайта не істеп, сол жағынан қызық болды да, сол жағынан өзімнің сұрақтарыма жауабымды ала алдым деп ойлаймын.